Армысыздар қазақ елі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жүгіру жайлы болмақ. Мен және менің ортам. Адамның кез келген жасына арналған денсаулық формуласы жүгіруден, моншадан, емдік шөптермен гигиенадан тұратынын ешқандай күмәнсіз айта аламын. Тәжірибелі желаяқ ретінде әлі жүгіріп көрмеген жандарға менің айтарым, жүгіру де басқа ем түрлері сияқты пайдалы. Тек бұл емге ешқандай материалдық шығынданудың қажеті жоқ. Жүгірумен айналысуды кез келген жаста бастауға болады. Әрине жас адамға жүгіруді бастау оңайырақ, ал егде тартқан адамдарға бір бастап кірісу үшін нақты шешім қабылдау керек. Мықты ерік жігер керек. Жүгірумен айналысуға іштей дайын болсаңыз, онда жалғыз және таза ауада жүгіруді әдетке айналдырғаныңыз жөн. Жүгіруге арналған орын көпшіліктің көзінен тасалау, тыныш жерлерде болғаны дұрыс. Енді ағзаңызды күтіп тұрған кейбір қиындықтарға дайындап, бірнеше жаттығулар орындап алуыңыз керек. Бойыңызды тік ұстап, 3-4 рет терең тыныс алыңыз. Тыныс алу барысында қолдарыңызды жоғары көтеріп түсіріңіз. Міне осыдан кейін жүгіруді бастауға болады. Бірақ жүгенді бірден ағыта салып жорта жөнелмей, жеңіл жүгірістен бастаңыз. 200-300 метр тоқтаусыз жүгіре алсаңыз, бірінші ретке жеткілікті және бұны жақсы көрсеткіш деп біліңіз. Осы қашықтықты жүгіріп өткеннен кейін бастапқыда жасағандай тыныс алу жаттығуларын қайталаңыз. Артынан дене мүшелеріне арналған жаттығулармен жалғастырыңыз. Міне бар болғаны осы. Келесі күні денеңіздің ауырсынғанын байқамасаңыз, жаттығу мен жүгіруді қайталауға болады. Ал өзіңізді нашарлау сезініп тұрсаңыз, бұл әрекетті ертеңгі күнге қалдырыңыз. Бірінші күні жүгіруден кейін бірден моншаға немесе ыстық душқа түскен өте пайдалы. Бұл жерде ең бастысы жеке бастың жалқаулығы мен барлық сылтауларды жеңе біліп, күнделікті бір мезгілде жолға шығуға ерінбеу керек. Әйтпесе емшінің бетінен, аяқ астынан пәлендей ауруға шалдықтым, бұрын денім сау еді деген шағымдарды өз басым өте жиі оқимын. Бір оқырман әйел, дене шынықтыру жаттығуларына таңертең жарты сағат уақытыңызды бөлу арқылы талай аурулардың алдын алуға болар еді дейді. Бұл пікірмен мен келіспеймін. Адамның ең бірінші байлығы денсаулықты үнемі назардан шығармай, барынша көп көңіл уақыт бөлу керек дер едім. Мен екінші рет жүгірумен айналыспақ болып, үстіме спорт киімін қайта кигенімде жасым 50-ге таяп қалған болатын. Ол кезде жеңіл жүгірістің пайдасы туралы жақсы білетінмін. Бірақ еш жерім ауырмайтын. Басында қысқа қашықтықтарға жүгіріп жүрдім. Кейін қашықтықты біртіндеп көбейтіп отырғандықтан ешқандай қиналғаным жоқ. Ағзамда үйреніп кетті. Бір күні бүкіл қалалық марафонға да қатыстым. Жүгірумен айналысушы әрбір адам өзінің күнделікті өтетін жолын, уақытын біліп жүреді. Біреулер жалғыз жүгіргенді ұнатса, біреулер топ ішінде жүгіргенді жақсы көреді. Мысалы, топ болып жүгіруді ұйымдастыратын арнайы желаяқтар клубтары да бар. Жүгіріп бара жатқанда көздерің аяқ астына қарай береді. Себебі жолдардың, соқпақтардың ой-шұқырлары көп болады. Немесе тастар, бұтақтар жатады. Сүрініп кетсең, жарақат алу деген әп-сәтте. Міндетті түрде спорттық киімімді киіп аламын. Ауладан жеңіл жүгіріспен шығып келе жатамын. Темір жолдың бойымен жүріп отыратын жіңішке соқпақ жолға түсіп аламын. Өзіме ыңғайлы ырғақты ұстап, үнемі ілгері ұмтыламын. Жанымнан сырғып, ілгері кейін пойыздар өтіп жатыр. Гуілдеп маған сәлем беріп жатқандай. Көңіл күйім жақсы, қимылым ширақ. Пойыздардың сәлемінде күлімсіреп қабыл аламын. Артыма қарасам, ауладағы біздің 3 ит ең үлкені бастап, бірінің артынан бірі ілесіп маған еріп келе жатады. Бұл топтың қалай ілесіп кеткенін мен байқамайда қаламын. Бірақ олардың қатаң сақтап келе жатқан қатары, үйлескен аяқ алысы мені қатты қызықтырып, қосымша күш бергендей болады. Жұмысыма байланысты жүгіретін мезгілдерімде әртүрлі болады. Бірақ әлгі 3 ит менің киініп алып аулаға шыққанымнан-ақ бәрін сезіп, ізімнен ере береді. Қандай ұзақ қашықтыққа жүгірсем де, олар менен бір елі артта қалмай, жолда басқа иттерге де алаңдамай ілесіп отырады. Менің бірге жүгіретін достарым осылар десем де болады. Марафонға қатыссам да олар жанымнан қалмас еді деп ойлаймын. Жүгірудің пайдасын оларда сезетін сияқты. Мақала Емші газетінен алынды, авторы Керімбаев Ришат деген кісі. Жүгіруді бастағысы кеп жүрген кісілер болса, сәл де болса көмегім тисін деп осы мақаланы жариялап отырмын. Сіздермен бірге болған Сізге керек арнасы. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, төменге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Каналымда көптеген қызықты деректер, пайдалы кеңестер, танымал адамдардың өмірі жайлы, сондай-ақ басқа да мәліметтерді таба аласыздар.
Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық, қадірлі ағайын.